Сәлем, менің жүрегі таза көрерменім. Сен үшінші шешуші бөлімге келдің. Бұл шынайы өмірден алынған кешірім мен ана махаббаты туралы хикаяның соңы. Арнаға жазылып қой, себебі алда саған арналған алғысым бар. Анам ауырды. Жәшік ұрланғаннан кейін көп сөйлемейтін болды. Мен Сапарды іздеп тауып, жәшікті қайтаруын талап еттім. Сапар үнсіз. Сен шындықты білгің келді ме? Білім, мен сенің әкең емеспін. Не? Анаң менің ағама ғашық болған. Бірақ ол ағам соғыста өлді. Мен сені өз баламдай қабылдадым. Бірақ анаң мені ешқашан сүймеді. Бүкіл өмірімнің іргетасы жалған ба? Жоқ. Өйткені анамның махаббаты жалған болған жоқ. Ол мені ештеңеге қарамастан жақсы көрді. Сол түні анам соңғы рет күлімсіреп: балам, бәрі өтеді. Бірақ кешіре алған адам ғана шын бақытты, деді. Сол кезде мен Сапарға да анамның өткеніне де ренжуді қойдым. Анам менің қолымда өмірден өтті. Бірақ оның алақаны менің жүрегімде қалды. Егер осы 3 бөлім сенің жүрегіңді тербесе, арнама жазыл. Бұл жай ғана әңгіме емес, бұл біздің бәріміздің ішіміздегі ана туралы сезім. Анаң бар болса құшақта. Жоқ болса дұға қыл. Сені жақсы көрем.